Расул Гамзатов айтқан құл ғана қожайынның тілінде сөйлейді. Қашанға біз осы екі тілде сөйлеп жүреміз? Қашанға барған жерімізде өз-өзімізді алалап, еңсесі түскен елді одан сайын саған біреу мына тілде сөйлесе, мына тілде жауап бер. Жоқ, мемлекеттік тіл біреу. Кешіріңіздер, бүкіл құжатнама, бүкіл қағаз, іс қағаздары мемлекеттік тілде жүруге тиісті. Өйткені қазақ мемлекетінің тағдырын басқа тілде шешу қылмыс. Ешкімді алаламаймыз, ешбір ұлтты. Мен бұл қазақ тілінің проблемасын айтып отырғанда басқа ұлттарды айтып отырған жоқпын. Өзімнің қазақтарымды айтып отырмын. Өйткені басқа ұлттардың ішінде қазақша білетіндері өте көп. Осы Аманат партиясында да талай мен білетін жігіттер бар, жаңағы. Максим бар, Рожин, Станислав бар, Конкуров, қазақша кез келген қазақтан бізбен бірдей сөйлейді. Талай қазақтан артық сөйлейді. Сол ешкім қиналған жоқ. Тек насихатталған жоқ, ешкім бағалаған жоқ, осы мемлекеттік тіл деп бағалаған жоқ.